2 қасық ұн ішекті шлактан тазалайды. Сәлем достар, сіздермен бірге тән саулығы арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Медицина мамандары кез келген аурудың алдын алғыңыз келсе, немесе аурудан аяққыңыз келсе, алдымен ішегіңізді артық заттардан тазартыңыз деп кеңес береді. Ішекті артық судан, нәжістен, құрттан тазарту керек. Зерттеушілердің мәліметінше, 70 жыл өмір сүрген кісінің ішегі 100 тонна тамақ пен 40 мың литр сұйықтықты өткізеді. Нәтижесінде ішек бүкіл ағзаның саулығына нұқсан келтіретін улы заттарды жинайды. Ағзаны қанды улаумен қатар бірнеше дерттің дендеуіне себепші болады. Сонымен ішек шлакқа толғанда іш қату болады. Аптасына 1 рет, кейде 2 аптада 1 рет үлкен дәретке баратын жағдайға әкеледі. Зат алмасуды бұзады. Қант диабетіне шалдығады, аллергия пайда болады, салмақта өзгеріс орын алады, бірде шамадан тыс толысса, енді бірде салмақ жоғалтады, бауыр мен бүйрек сыр береді, құлақ пен көз ауыра бастайды, бастың терісі мен тырнақтың саулығы нашарлайды, буын аурулары пайда болады. Егер ішекті дер кезінде тазалауды бастамасаңыз, соңы қатерлі ісік ауруына алып келуі мүмкін. Үлкен дәретке уақытылы бармайтындар клизма жасауға әдеттенген. Әсіресе жас балаларға осы әдісті жиі қолданатындар да бар. Десе де, клизма тоқ ішекті 40-50 сантиметрге дейін ғана тазалауға қабілетті екенін ескеріңіз. Ал оны үй жағдайында жасау мүмкін емес. Арнайы аппаратты да арзан тұрмайды. Сондықтан да арнайы орталыққа барып, ішекті тазалатуға тура келеді. Клизма ішекті 100% тазалай алмағанымен қоса, ішек микрофлорасының жұмысына кері әсер етеді. Ішекті зығырмен тазалауға болады. Бұл арзан әрі сенімді әдіс. Ол үшін 1-3 десерт қасық зығыр дәнінен дайындалған ұнды жейсіз. Ем ретінде үзбей 3 апта қабылдайсыз. Сонда аш ішекте, тоқ ішекте толықтай тазаланады. 3 аптадан кейін өзіңіздегі оң өзгеріске таң қаласыз. Біліңіз, бұл әдіс салмағыңызды реттеп, артық майдан арылуға ықпал етеді. Зығыр ұны қандай қасиетке ие? Ағзаны улы заттан тазалайды, шлакты шығарады, қандағы холестерин деңгейін реттейді, тыныс жолдарындағы ауруды емдейді, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады, гастритті емдейді, тоқ ішектің қабынуына ем болады, асқазан мен 12 ел ішектегі жараны жазады, несеп жолдарындағы қуықтың қабынып ауруынан айықтырады, яғни циститтен. Ем үшін күніне 2-3 шай қасық зығыр ұнын ішке қабылдайсыз. Оны сұйық тамаққа қосып жеуге де болады. Ал 3 аптадан соң ішегіңіз тазара бастайды. 1-ші апта 1 десерт қасық ұн мен 100 грамм қаймақ немесе кефирді қолданасыз. Ал 2-ші аптада 2 десерт қасық ұн және 100 грамм қаймақ немесе кефир. Ал 3-ші аптада 3 десерт қасық ұн мен 100 грамм қаймақ немесе кефир. Бұл қоспаны таңғы аспен қосып қабылдайсыз. Сонда аш ішек пен тоқ ішек артық заттан, улдан, шлактан тазарады. Егер зығыр ұнын табу мәселе болса, оған алаңдамаңыз. Дәріханадан зығыр дәнін сатып алып, кофе ұнтақтағышпен ұсақтайсыз. Дайын болған ұнды ем ретінде қолдануға болады.